Сырлы тылсымға толы қиыр бір шетте, қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шахзаман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа, Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Біз ақырындап кемені қалпына келтіруге кірісіп кеттік. Осымен жетер. Дүниезаданың шынылы қалашыққа шабуыл жасайтын ойын естіген сәтте Юнан сұлтанға хабарласуға асықтық. Бұлары шеттен шыққандық. Жол бойы мақтаншақ әрі қатыгез жынға тап болдық. Алайда оны жеңіп қолымыздан келді. Соғысты да тоқтаттық. Енді көптен күткен Бақбақ аралына аттанбақпыз. Жалғыз көзді дию. Әлемдегі ең жақынды дауыс осы шығар. Әкем кезінде айлакердің ісі әрқашан марапатқа ие болады деп бекер айтпапты. Алайда соңында түрмеден бірақ шықты. Қызметші Сандыбат, оны жеп қойса қайтеді. Жеуші болма. Алдымен ханшайым қызметшімен сөйлесіп алсын. Сендерді көргеніме қуаныштымын, кішкентай құбыжықтар. Алайда менің кетуім керек. Сондықтан қорқынышты ханшайымдарыңа сәлем айта барыңдар. Былай қара. Дүниезада, сізбен сөйлесу мен үшін үлкен мәртебе, ханымым. Алайда кішкентай көмекшілеріңізге ескерттім. Мен асығыспын, сондықтан сау болыңыз. Сенің шаруаң тек менмін. Солай ма? Жоға да, енді рұқсат болса, шуым керек еді. Тыңда, қызметші, маған сенің кемеге барғаның керек. Кемеге ме? Ешқашан. Соңғы рет соларға еремін деп суға кете жаздадым. Үніңді өшір. Мынаның не екенін білесің бе? Бағыт бағдар беретін ғажайып құбылнама ғой. Тоқтаңыз, оны қалай алдыңыз? Сандыбат оны үнемі өзімен бірге алып жүруші еді. Тыңда, сенің міндетің кемеге барып нағыз құбылнаманы мынаумен алмастыру. Жалған құбылнаманың арқасында қарсыластарыңызды дауылды теңіздің құзырына бермексіз ғой. Жоспарыңыз жаман емес. Сәттілік тілеймін. Менің ұсынысымды қабылдамайсың ба? Өкінішке орай солай. Сау болыңыз. Жақсы, ендеше сенде бір ғана мүмкіндік бар. Жеп қойсақ қайтеді, ханым. Қарным ашты, жеп қоямыз. Тамақтанатын уақыт, ендеше дайын тұрған астан бас тартпаңдар. Өзіңіз алға қойған мақсатыңызға жетпей қоймайтын жан екенсіз. Қызметші Сандыбат, сен мұнда не істеп жүрсің? Шахризада, ақырын сөйле, басқаларды оятып алмайық. Өзің айлы түнде құлпырып кетеді екенсің. Шашың да керемет болып тұр. Тоқта, сен мұнда не істеп жүрсің? Ой, ақмақ басым ұмытып барам. Саған мынаны алып келдім. Өзің білетін дәмді карилермен қоспа дайындадым. Дорбасын жоғалтпа, су өткізбейді. Рахмет. Бірақ түн ортасында алып келуіңе не себеп? Дауылдан кейінгі тыныштық секілді миым енді тынышталды. Айтайын дегенім, сендердің орталарыңа қайта оралғым келеді. Шытырманға толы жорықтарға өз үлесімді қоссам дейм. Солай де? Соңғы сапарымыз көңіліңнен шықпаған болар деп ойласам.
Иә, арамызға ешқашан оралмайтын шығарсың деп ойлап ем. Не? Ой, осы сендердің айтпайтындарың жоқ екен өзі. Мына жігіттің қалжыңы бар ғой, сүйектен өтеді. Мына кезбе баяғы Карин айтып, мақтанып тұрма. Мен оны тіпті тышқан аулауға қолданбаспын. Жақсы, бізбен баруыңа қарсы емеспін. Ендеше мен де қарсы емеспін. Сендермен бе? Иә, сендермен бірге барам. Ұсталып қалмадың ба? О, ұсталдым, бірақ оңай құтылып кеттім. Оларға бірге барамын деп алдап соқтым. Байғұстар сеніп қалды. Демек, барасың. Барам әрине. Бүгін барлығы қалжыңбас болып кеткен бе? Олардың күдіктенгенін қаламаймын. Уәде бердің ғой, демек орындауың керек. Бірақ олар басқаруға келмейтін дауылды теңізге бармақшы. Ол жақта тірі қалмайды. Оны ойласам денем түршігеді, бара алмаймын. Касыра, дама, қарындарыңды тойдырыңдар. Жарайды, олармен бірге барам. Тек мына құбыжықтарды менен аулақ етіңіз. Теңіз беті, шынымды айтсам, қорқыныштан жарылып кететін шығармын. Дегенмен шабытымды оятады екен. Теңіз лашығына қалай қарайсыңдар? Керек емес. Енді қайда барсам екен? Ай, теңіз көрдім, достым. Ал сен де көрдің. Кеме тұрғындары, бүгін тағы да аса қауіпті дауылды теңізді кесіп өту үшін жолға шықтық. Дегенмен мынаның арқасында ештеңеден қорқпасақ та болар. Алайда қандай саяхатқа шықсам да қорыққан емеспін. Соны біліп қойыңдар. Мына құбылнама бізге дұрыс бағытты көрсетеді. Бұл ғажайып құбылнама. Мынаған қараңдаршы. Қандай керемет. Ханшайым қарнымызды тойдырам деп уәде берген. Істесем ғой. Жақсылықтың бәрі күте білген жанға келеді. Дәл сол секілді дауылды теңіз де Шахризаданы күтуде. Түсінсем бұйырмасын. Құбылнама келген жерімізді көрсетіп тұр ғой, Қарап көрсем бола ма, капитан? Сұмдығай, бір шикіліктің барын сезіп едім. Бағытты дұрыс көрсетпейді. Мынау қарапайым құбылнама ғой. Жасау қолына келмей ме? Жоқ, бұл жай көшірмесі, жалған. Дауылды теңізге жете қойған жоқпыз ғой. Бәлкім кемені кері бұрып көрерміз. Кері қарай ма? Қазір көрейін. Сен, қызметші! Түн ортасында жүргенің жаман еді, бұл сенің ісің. Жанымның барыңды айт. Кеме бағынбай жатыр. Тезірек қауіпсіз жерге барыңдар. Түн ортасында жүргеннің себебі осы де. Сені ме сатқын? Байлығым, өтінемін жіберші. Жоқ. Тастай көрме, суға тастама. Біз саған сендік. Бұлай жасауға қалай ғана дәтің барды? Жауап бер. Әйтпесе теңіздің түбіне кетесің. Өтінем, шайқай бермеш. Айтам. Айт ендеше айлакер. Мойындайым, Дүниезада мені әбден қорқытты. Дүниезада ма? Кеменің суға батқанын қаладың ба? Сені ме ілмейген неме? Кешіріңдерші, өтінем, кешірілмес әрекет жасағанымды білем. Енді менің кесірімнен бәріміз суға батамыз. Жақсы жаңалығым бар. Сен суға батпайсың. Сәнді ма? Қажеті жоқ. Сенімен кейін сөйлесем. Ақыры Шахризада суық, дымқыл көріне кірді. Бәрі бітті. О, қараңыз, олар тірі. Жоқ,
Оның құтылып кетуі мүмкін емес. Сені ме? Сандыбат, қайда екенімізді білесің бе? Иә, біз таусылмас қиындықтың ортасындамыз. Қайтадан саймаққа ұқсайды. Тездетіп жұмысқа кірісейік, қане? Бұл өзі қандай орын? Ол жер жалғыз көзді диюлардың аралы. Олар адам жейді. Және үнемі аш жүреді біз секілді. Бізден үлкен. Ендеше оларды өз көзіммен көріп келейін. Біраз тағам түрлерін үйретем. Мысалы шахрисада тұздығы. Жолы болғыш құбыжықтар. Сұмдық-ай, бәрі бітті. Одан да тіріде жеп қойғандары жақсы ет. Сөйлейтін ет. Маған тисе көрме. Иә, сөйлейтін ет. Естідіңдер ме? Бірдеңе келе жатыр. Бұл жолы жолымыз болған сияқты. Тұрғындары мейірімді болуы мүмкін. Олай болса жақсы болар еді. Мені жей алмайсың. Сіңір шыққан арықшалдық етесің. Тамағыңның дәмі кірмейтіні сөзсіз. Достар, көмектесіңдер. Ешқашан. Байқұс кемеме жасаған қастандығынан кейін оған ешқашан көмектеспеспін. Сандыбат, ол жазалауға лайық адам. Ол ақылға қонатын жаза болу керек. Оны тірідей жегіз алмаймыз. Келсем, ең әуелі кіммен бетпе-бетке келе тұрғанымызды анықтап алайық. Әлі, мынау жалғыз көзді диюға ұқсайды екен. Айтқаным көңілдеріңнен шықты ма? Жалғыз көзді дию ма? Дәмді. Қазір күте тұр. Мә саған, еттің есі шығады. Тамаға келсің ғой. Ешқандай тамаға келмедім. Сөйлейтін ет жоқ екен. Жоқ мырза, сөйлейтін ет таппадым. Сөйлейтін ет пе? Ол қандай ет сонда? Сөйлейтін ет пе? Сенде бар ма? Ал менде жоқ. Сонда сен не істеп тұрсың? Сөйлейтін етті жасырып тұрмын. Көмектесіңдер, көмектес. Мыналар іске жарайды. Демек, бірнеше сағаттан соң теңізге қайта аттанамыз. Сонымен, Халил, әлгі диюлар жайлы не білесің? Мен бе? Бір естігенім, олар мына тастар секілді милары жоқ ақымақ. Бұл сөзіммен тастарды балағаттап тұрғаным жоқ. Бірақ олардың мына аралда өмір сүретіндерінің себебі де осы. Тағы бір айтарым, олардың тамақтану әдептері мүлдем басқа. Олар сонда адам жей ме? Дәл таптың. Оны жей ме? Демек, ол соған лайық. Ол сатқын, бүлікші. Оны тастап кетеміз десем, кім келседі? Ана ағаштардың артына тығылғанымыз жөн. Сөйлейтін ет. Ей, осындасың ба? Қайда тығылып отырсың? Бері кел, сөйлейтін ет. Жоқ, сөйлейтін ет емес. Қайран кемем-ай, сүйікті кемемді қиратып жатыр. Енді мұнда мәңгіге қалатын болдық. Сөзімді қайтып алдым. Жалғыз көзді диюлар осы қылықтар үшін жақсылап сазайларын тартады. Қане құйымды дауыл, парашютті көрсет! Тұғар, қой, исім саған ұнамас ана. Рас айтам, шегін келмей қалады. Сөйлейтін ет расымен ащы екен.
кәне кеттік. Мен осында күте тұрайын. Халилдің көзі ештеңені қалт жібермейді. Сөзіме сеніңдер. Алайда тезірек келіңдер, жарай ма? Аптабысты әлекке салып жүрмесін. Маған келдіңдер ме? О, жаратқанға Тыныш. мұналғыз. Біз сені кешірген жоқпыз. Алайда жалғыз көзді диюлардың өміріңді құртқанын қаламаймыз. Бұдан бұлай, маған ешкім мәнденбасаңдар болады. Аяғыңды сүйейін. Мынауың маған ұнайды. Сонша кешіккендер несі? Онда пісіп өлетін болдым ғой. Әлі. Мәссаған, бізге кімдер келген? Қаптаған сөйлейтіндер. Иә, ауқаттады балай. Біз әлі де болса өте аштымыз. Алайда сыртқа барып, мен айтқан қоспаларды алып келсеңдер, сендерге әлемдегі ең тамаша кариді әзірлеп берем. Сөйлейтін ет әлемдегі ең тамаша кари. Табылған ақыл. Жоқ. Иә, мен қоспаны әкелейін. Қазір келем. Менің айтпағым ол емес. Сенің кариң тамаша. Кешіріңіз, аса құрметті дию. Я, сіз сөйлейтін етке қосатын қоспа керек пе? Жақсы, бағыңа орай, әлемдегі ең дәмді қоспалардың жиынтығы менде бар. Ол қашан алып үлгерген? Сенің ұрлығың оғанда жыққан ба? Дәмдісін-ай. Алайда сен үшін тым дәмді шығар. Көңіліңе алма. Жоқ, маған бер. Қане, бер әкел. Дайындалыңдар, біздің соңғы мүмкіндігіміз. О, дәмді. Көзім, кім? Маған бұлай жасауға қалай датың барды? Мен бе? Мен ештеңе істемедім. Ештеңе ме? Сені қазір-ақ ұстап аламын. Аяғым және көзім. Мұны істеген қайсың? Ешкім. Кері қайт, қане. Қарап тұрамын дегенің қайда, Халил? Қазіргінің диюлары өзгеше ме қалай өзі? Көз қақпай-ақ жіберіп алдым. Кешір. Ей, сөйлейтін еттер қайда? Ешкім көзімді көрсетпей тастады. Сосын ешкім аяғымды ауыртты. Сосын қашып кетті. Жоқ, сөйлейтін ет қашып кетті ме? Не болды сонда? Не дегенді естеймісің жоқ па? Ешкім көзімді көрсетпей тастады. Сосын ешкім аяғымды ауыртты. Екі көзім сенде болады. Есіңде сақта, сатқын. Анаған қараңдар, әне, ол дүниезада. Ол диюлардың өңгіріне бара жатыр. Сол жаққа баруымыз керек. Бағыт көрсететін құбылнамамыз сонда. Одан да жолға шыға берейік. Иә, одан да жолға шыға берейік. Саған сөз берген жоқпыз. Жарайды. Адам баласын іздеп жүредім. Көргендерің бар ма? Біз ешкімді көрдік. Көрдіңдер ме, көрмедіңдер ме? Ешкім ұсталып еді, бірақ оны ешкім құтқарып алды ма? Қашып кетті әйтеуір. Мына мисыздар не жайлы айтып тұр? Мен іздеген қыздың жанында көк түсті құбыжық болған. Оларды көрдіңдер ме? Иә, ешкіммен бірге болды, солай. Ешкім. Демек қызды да құбыжықты да көрмедіңдер ме? Сөйлейтін ет тым көп сөйлеп кетті. Сөйлейтін ет пе? Мен сөйлейтін ет емеспін. Мен құдіретті күші бар сиқыршымын. Жат нәрселерді жек көрем. Маған сөйлейтін ет қана ұнайды. Иә, Басеке, бағанағылардан айырылып қалғанымыз дұрыс болмады. Ақымақ дию. Біздің құбылнамамыз. Оларды ауыстырып алайық.
тоқта. Мені тыңдаңдар. Әлгі қызды табуға көмектессеңдер, сол кезде қалағандарыңша сөйлейтін ерке ие боласыңдар. Бұл не дыбыс? Бәлкім ешкім келген болар. Қарап көрейін. Қош келдіңіз, ұлы мәртебе. Сен бе? Шахризада қайда? Қасіретке тап болды, ханым. Олардың бәрін теңіз қобыжығы жұтып қойды. Мен ғана аман қалдым. Жұтып қойды ма? Теңіз қобыжығы дейміз? Иә, суға батып, жемтікке айналды. Сөйлейтін еттерді көп қып берем демедім, бірақ біздің қарнымыз ашты. Қазір. Жоқ. Жібер мені, жібер! Көмекшілер! Кілем! Сонымен, кішкентай көмекшілерім, жалғыз көзді диюларды жеуге қалай қарайсыңдар? Жиіркенішті естіледі екен. Қане бастайық. Мұнда ұшатын нәрселерді жеп көрем. Оларға сол керек. Жеңдер, жарайсыңдар. Өздері шатар бекен. Жалғыз көзді диюлардан. Енді алтын қалашығымызға қайтамыз. Қиынды дауылдан өту мен үшін қиын емес. Құйынды дауылдан ба? Ол жақта айналып өтсек қайтен? Алыстан көрсең, әдем әсер қалдырады деуші еді. Жоғарыдан көрсең. Ақмақ болма. Бұл жерге құйынды дауылдың ішімен келдім. Себебі менде құбылнама бар. Алайда ол ендеше кеттік. Қайтейін. Сүлеймен атты қайығыма қош келдіңдер. Келесі аялдама бақпақ аралы. Сәл болмағанда ұсталып қалар едік. Оның рас. Алайда қызметшінің бұл жасағанын ерлік деуге болады. Бір бәлеге ұрынып қалмас екен. Тамаша, қане, сапарымыз сәтті болу үшін теңіздегі лашық әнін орындап берейін. Кетіңдер, мені жемеңдер, өтінем. Диюларға қайта бару үшін тым кеш боп кетті. Осы сендердің әуенді бағалайтын кездерің бола ма жоқ па? Сөйтіп, жалғыз көзді диюлардың аралынан аман құтылдық. Алайда ашық теңіз бетінде бізді басқа да қиындықтар күтіп тұр еді. Оған қоса іздеу барысында алтын қалашыққа қайта оралдық. Алайда бұл оқиға келесі күннің еншісінде.